Қайырлы күн баршаңызға, мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мархабат. Бүгін осындай катламаның рецептісімен сіздермен бөлісетін боламын. Ыдысқа жылы су, тұз, қант қосып, қант пен тұз ерігенше араластырамыз. Содан соң елегіштен өткізілген ұнымыздың жартысын және де разрыхлитель қосып, жұмсақ қамыр елейміз. Дайын қамырымыздың бетін жауып алып қоямыз. Енді салмасына кірсек, фаршқа жуа картопты күштен өткізіп саламыз. Дәмдеуіштерден зира, тұз, қара бұрышты қосып, және де аздап аскөк қосып араластырамыз. Дайын салмамызды төртке бөлеміз. Қамырымызды да енді төртке бөлеміз. Содан соң дәл видеодағыдай әрқайсысын жасап шығамыз. Бетін алып жауып қоямыз. Содан соң әрқайсысын жеке-жеке қамырымызды жаямыз. Жайылған қамырды дәл видеодағыдай етіп кесіп шығамыз. Төрт жағынан ортасын бірақ кеспейміз. Газда сары майды ертіп алдым. Сосын бетіне, барлық жеріне осы сары майды жағып шығамын. Салмамыздың 4/1 бөлігін алып, қамырымыздың бетіне осылай жайып шығамыз. Қалғанын дәл видеодағыдай етіп бүктейміз. Және әрқайсысын осылай бетінен сары майды жағып шығамыз.
Қаттама нанның бетінен осылай жұмыртқаның сарыуызымен және де аздаған сүтті қосып бетіне жағып шығамын. Оның үстіне күнжіт пен макты себеміз. (180-200 градуста қыздырылған пешке шамамен 25-30 минутқа қоямыз. Біздің етті қаттама нанымыз дайын болды. Қытырлақ, күшті болып шығады. Ауызашарға дайындаған болатынмын. Өте дәмді. Разрез күйінде қазір көрсетейін. Осылай болып шығады. Жасап көріңіздер. Егер ұнаса лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мархабат. Менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Арнама неше түрлі видео рецепттермен сіздермен бөлісетін боламын, және де сонымен қатар Instagram желіме де тіркеліп қойыңыздар.